Енді араларыңызда жоқ жаман көрген досыңа может досыңа араларыңызда бір оқушы шығып мақаладан оқысын жалғыз жігіттің бойында шықпас жаны бар. Екі ағайынды жігіттің шығар тауы бар. Үш ағайынды жігіттің отарда малы бар. Жақсы отыр оған. Дұрыс жауабын оқимын. Тыңдаңыздар. Үш ағайынды жігіттің отарда малы бар. Екі ағайынды жігіттің мойында талы бар. Жалғыз жігіттің шығар шықпас жаны бар. Енді қанша сөзіне қате бар екен? Екі сөз. Жалғыз жігіттің үш ағайынды жігіттің отарда малы бар. Екі ағайынды жігіттің мойында талы бар. Біреу жалғыз жігіттің шығар шықпас жаны бар. Сосын орын бар ауыздан. Бір, екі, үш қате бар. Төрт қате бар. Бірінші үш ағайын жігіт, екі ағайын жігіт, жалғыз жігіт. Орын бар ауыздан. Енді бірінші сыныптың оқушылары қазір уақытында дайын болмағаннан жаман көрген досыңа малын бер, күйінсін. Жаман көрген досыңа малын бер, мен оқиыншы. Жаман көрген досыңа малын бер, тәуір көрген көреріне сүйінсін. Тұштыңдар көргенді. Бітті қошырас. Қайталай. Жаман көрген досыңа малын бер, тәуір көрген көре сүйсінсін. Жаман көрген көре күйінсін, тәуір көрген досыңа малын бер. Дұрыс жауап. Тәуір көрген досыңа тәуір көрген малын бер. Көре сүйсінсін. Жаман көрген досыңа жаман көрген малын бер, көре күйінсін. Орнамаған жүйе, онда біз барлығын айта салар. Оқушыларына екінші оқушыларына төрт сөзден ғана қате. Жақсы, рахмет сіздерге. Келесі бөліміміз мен бастаймын, сен жалғастыр деп аталады. Бұнда құрметті оқушылар өтінері жамырама тек бір ғана араларынан бір ғана оқушы шығып жауап берсін. Түсінікті ғой, сосын бір-бірлеріне айланып айтып жоқ. Егер бұл топтың оқушылары жауап бере алмаса, екінші топ жауап бермеген болады. Бірінші топ. Жақсы тыңдаңдар. Мен мақал мәтелдің бірінші жолын оқимын, екінші жолын тыңдап жалғыз ағаш үй болмас. Жалғыз ағаш үй болмас. Жалғыз тау орнамас. Жалғыз ағаш болмас. Немесе жалғыз ағаш үй болмас. Ағашы жоқ, сыбызғы болмас. Күй болмас. Жақсы. Дұрыс жауап оқимын. Жалғыз ағаш үй болмас. Жалғыз жігіт би болмас. Екінші топ. Жеңім жаман болса, жағам жақсы. Жеңім жаман болса, жағам жақсы. Жеңгем жаман болса, ағам жақсы.
Екінші топ. Екінші топ. Бас жараса бөлік ішінде, қол соза жең ішінде. Жақсы. Екінші топ сендерге дос сыртыңнан мақтар. Дос сыртыңнан мақтар. Дос сыртыңнан мақтар. Biraz cevabı dinleyelim mi? Şunlar çok bilmiyor. Cevap çok var. Cevap ayıbıdır. Cevap. Çok var. Al iki üstü. Düşman bekliyormaktır. İlk düşman altına sokar. Altına sokar. Düşman bekliyormaktır. Dört cevabını bildim. Дос сыртынан мақтар, дұшпан көзіне мақтар. Көз беті. Көз бет, ертеңе дұрысты. Мен ұзақпен бойына болана болып тұрған тағы бір мақал жақсы. Бірінші топ сендерге. Жақсы әйел жаман еркекті ер қылады. Жақсы әйел жаман еркекті ер қылады. Жаман әйел жақсы еркекті жер қылады. Жаман әйел жақсы еркекті жер қылады. Жауабын тыңдаңдар. Жақсы әйел жаман еркекті ер қылады. Жаман еркек жақсы әйелді жер қылады. Керісінше. Екінші топ. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Ағайынның қадірін жағалы болғанда білерсің. Дұрыстауын жауабын тыңдаңдар. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Анық достың қадірін жағалы болғанда білерсің. Бұлай келер. Ағайын енді құрметті әділ қазалғасы екінші турға беретін балдарыңыз айтсаңыздар. Жаңа құрастырған ба? Жоқ, құрастырғанға бекін жоқ. Мынау. Мен бастаймын. Үшінші топ айтпақшы. Мен бастаймын, сен Екіншісін айтқан жоқсыз ғой. Мен бастаймын, сен жалғасын. Үшінші бөлімнен. Үшінші бөлім қандай? Бағасын берсеңіздер. Үшінші турдікі біз 2, 5, 4, 5 қойдық. Яғни 16. Ал енді қарсы топқа 3 және 4 қойдық. 7 болды. Төртінші бөліміміз әзіл аралас сұрақтар. Бұл бөлімде әзіл аралас сұрақтар бөлімінде мен сұрақтар қоямын, соған жауабын тек ақылмен айтып бересіңдер. Қойдың ойлағаны не? Қасқырдың ойлағаны не? Мақалға келмей жауап тек. Екі түрлі мақал болады ма? Екі түрлі. Қойдың ойлағаны шөп, қасқырдың ойлағаны ел. Дұрыс жауабын тыңдамай. Қойдың ойлағаны амандық, қасқырдың ойлағаны жаман. Екінші топ. Бірінші байлық не? Екінші байлық не? Үшінші байлық не? Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық денсаулық, үшінші байлық ақшалық. Жауабы дұрыс. Екінші байлық ақшалық. Екінші байлық ақшалық. Дұрыс жауабын айтайын. Бірінші байлық денсаулық,
он саулық, үшінші байлық ақ жаулық. Бірінші тауық түс көремек. Тауық түс көремек. Мақал бойынша тауықтың түсіне қара кіреді делінеді. Дұрыс. Бұлай көретін көрмейтін өзіңіз. Екінші, ауыз бен қолды қандай жерде қию керек? Мақал мәселе. Ауыз бен қолды қай жерде қию керек? Ауыз болса, қолға көзі болса, іші болса, адамда арқау бола ма? Ас адамның арқау. Ас адамның арқау. Екінші, неге иттің күшігі боламын? Неге иттің күшігі боламын? Үйдің кенжесі болса, иттің күшігі болады. Адамның күшісі болса, неге күшігі келесі, ертең дейтін кім? Қой, екінші топ, қой қашан егіз табады? Қой қашан егіз табады? Тыныш па, бірінші өзі жауап берсті? Келсе қой егіз табады. Мемлекет қонақ келсе, қой егіз табады. Төртінші бөлімде араластырады. Шаңдарыңызды көтеріп жүрсеңіздер. Бірінші топта бірінші бағасы 2, одан кейін екінші бағасы 5, үшінші бағасы тағы 5, төртінші бағасы тағы 5. Барымда 17. Ал енді келесі топта бірінші бағасы 5, екінші бағасы 5, үшінші бағасы 5, төртінші бағасы 3. Біздің соңғы бөліміміз жылдан шеше аламыз ба? Бір кісі 10 әскермен жүреді ылғи, әскері мұздан бөліп киеді ылғи. Кісі отырып әскері қызмет қып, еңбегі есіне тиеді ылғи. Өз сабыр ма? Қысқалықтарына қайталамыз сұраймыз. Сұрақтың қайталамыз. Қайталаймыз. Жақсы сонда. Бір кісі 10 әскермен жүреді ылғи, әскері мұздан бөліп киеді ылғи. Кісі отырып әскері қызмет қып, еңбегі есіне тиеді ылғи. Етік деп шештік. Жоқ, немесе солға қылбоза. Етік бар? Жоқ. Екі нұсқамыз бар, екі жоқ.
менен аласа, мұндай қызық дүниеде көріп пе едің тамаша? Ойланыңдар, топпен бірге бірігіп. Ойлансаңдар сендерді. Қайдалайынан бір нәрсе менен биік, кейде менен аласа, мұндай қызық дүниеде көріп пе едің тамаша? Бірінші ғажатын жауабын тыңдағандар, бірінші төртінші жауап. Жауап. Жауап жоқ. Түс. Ертоқ. Бас киім. Жобаларды бірінші жоқ. Ұзын құрығын үйге сыймайды. Ұзын құрығын үйге сыймайды. Ұзын құрығын үйге сыймайды.